Сәлеметсіз бе оқушы, 69 сабақ геометриялық фигуралардың және сандардың тізбегі. Бірінші есеп дәптерге геометриялық фигурадан тұратын төмендегідей тізбектер сал, әр тізбек қандай заңдылық бойынша құрылған. Яғни бірінші тізбекте бізде көк шеңбер, жасыл шаршы, көк шеңбер, жасыл шаршы, көк шеңбер, жасыл шаршы болып тізбектелген. Екіншісінде екі күлгін ромбы, қызыл шеңбер, екі күлгін ромбы, қызыл шеңбер, екі күлгін ромбы. Үшіншісінде екі шеңбер, көк шеңбер, күлгін ромбы, екі шеңбер, екі көк, бір күлгін шеңбермен жалғасып тұр. Екінші есеп қазақтың ою-өрнегі тізбегіндегі заңдылықтар бұзылған жерін тап дейді. Қарап тұрсақ, бұл заңдылықтар ою-өрнектер 5 ою-өрнектен тұрады. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерге шейін бөліп қойайын. Келесіде бізде 1, яғни 2 мен 3-тің орны ауысып кеткен. 4, 5 деп сол күйінде жалғасып кеткен. Одан кейінгі үшінші бестікте 2 мен 1-дің орны ауысып кеткен. 3, 4, 5 өзінің орнында тұр деп жауап береміз. Үшінші есеп сандардың тізбегін құр және жаз. А есебінде 3-тен 30-ға дейін 3 3-тен қоса отырып есепте. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 5-тен 50-ге дейінгі 5 5-тен қоса отырып есепте. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Және бізде мұнда 50 бар. Келесі А есебінде 20-дан 2-ге дейін 2, 2-ден азайтып отыр. 20, 18, 16, 14, 12, 18, 6, 4, 2. Келесі 40-тан 4-ге дейін 4, 4-тен азайтып отыр. 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4. Төртінші есепте артық өрнектің мәнін тап. 18-ге 15-ті қоссаң 33, 17-ге 16, 33, 14-ге 18, 32, 33-ке 0-ді қоссам 33, 29-ға 4, 33, 33-ке 0-ді азайтсақ 33, 34-тен азайтам 1-ді 33, 30 қосылған 3, 33. Яғни бізде мына аралық артық болып тұр. Келесі А есебінде заңдылықты анықтап тізбекті толтыр. 300-ден 100-ді азайтсаң 200, 200-ге 200-ді қоссаң 400. Сол сияқты 400-ден 100-ді азайтсаң 300, 300-ге 200-ді қоссаң 500. 500-ден 100-ді азайтсақ 400, 400-ге 200-ді қоссақ 600. 600-ден 100-ді азайтсаң 500, 500-ге 200-ді қоссаң 700, 700-ден 100-ді азайтсаң 600. Міне соңғы екеуі оқулықта тұр. Жақсы. Бесіншісі мысалдарды шығар. Әр бағандағы мысалдар қалай құрылған заңдылықты сақтап келесі мысалдарды жаз және шығар. Бірінші есепте бізде 10 қосу 10, 20. 20 қосу 10, 30. Ондар сақталады. Бірінші қосылғыштарды өзгеріп отырады. Яғни 10, 20, 30, 40, 50 деп арғарай 60, 70 деп өзгереді, мәндері 40, 10, 60 деп өсіп отырады. Екіншісінде 29, 11-ге қоссаң 40, 38, 12-ге қоссаң 50. Демек, келесі сан 47-ге 13-ті қоссақ 60 дейміз. Себебі мына жерде 11, 12, 13, 14, 15 өсу керек. Соған қарай 13-ке 47-ні қоссаң 60, 14-ке 56-ны қоссаң 70, 15-ке 65 қоссаң 80, тағы солай өзгере береді. Келесі 100-ден 15 азайтсаң 85, 100-ден 25 азайтсақ 75, 100-ден 35, 65, 100-ден 45, 55, 100-ден 55, 45, солай кете береді. Жақсы. Алтыншы есеп есептеуді орындап әріптің мәнін тап дейді. Строка бағытымен қосамын. 26 қосылған 4, 30. 30-ға келесі 18 азайтсам 12 тең В болады. Яғни қатармен есептесек, мына жердегі сан ретімен есептесек, В бізде 12-ның мәні шығады. Келесі есепте бізде 23-тен қандай да бір саннан 9-ды азайтқанда 23 шықты. Демек, 23-ті 9-ға қосам 32, мына жердегі сан 32 болады. 32-ден 13-ті азайтсам, бізде мына жерде 19 деген сан шығады. Енді тексереміз. 19 қосылған 13 бізде болады 32. 32-ден азайтам 9-ды 23 болады. Жақсы.
Мынаны да тексере қояйық. 26 7 есеп теңдеу чес. 100 азайту x тең 57. X тең 100-ден 57-ні азайтсақ 43 болады. Тексереміз. 100-ден 43-ті азайтсақ 57 болады ма? Әрине 57 тең 57 болады. Келесі. S қосылған 34 тең 98. 98-ден 34-ті азайтсақ 64 болады. 64 қосылған 34 тең 98 болады ма? 98 тең 98 болады. 8 есеп сурет бойынша есеп құрастырып оны шығар дейді. Бізде шампунь 500 теңге, сабын 200 теңге, салфетка бізде белгісіз, барлығына 900 теңге төленді. Шешуі 500 қосылған 200 қосылған белгісіз тең 900. 500-ге 200 қоссақ 700 қосылған x тең 900, сонда 900-дан 700 айсақ бізде 200 болады. Сонда салфетканың бағасы 200 теңге. Жақсы. 9 есеп 10-нан 100-ге дейін 10-нан қосып есепте. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Келесі 100-ден 1000-ға дейін 100-ден қосып есепте дейді. 100-ден басталады. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Жақсы. Келесі 100-ден 10-ға дейін 10-нан азайтып отыр. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. 1000-нан 100-ге дейін 100-ден азайтып отыр. 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Жақсы. 10-ші фигураларды түстері бойынша мынандай ретпен орналастыр. Қызыл, көк, жасыл, сары, қоңыр, күлгін. Содан соң осы фигураларды әріптерін құралған сөзді оқы, тазалық сақтау пайдасы қандай? Өз ойыңды білдір. Қызыл, Т деп жазып қояйын. Көк, А. Келесі жасыл, жасыл, сары, одан кейін қоңыр, Л. Одан кейін күлгін. Күлгін бізде фиолетовый, тікбұрышты үшбұрыш әріпі. Қ. Сонда бізде тазалық деген сөз шығады. Жақсы балалар, сау болыңыздар.